Далада сакура ағаштарынан жаңбыр жауып тұр, ал мен болсам жалпы өмірдегі орным қандай деген сұрақпен әлекпін. Қалжың, балалар балабақшада, күйеуім жұмыста, ал мен үйде ойланып отырып, философиялық ойлар ойлап жатырмын. Өзім Жапондамын, неге жапондық әдісті пайдаланып, сол сұрақтың жауабын таппасқа? Жалпы сұрағымды қандай екен видеоның соңында айтамын. Google-да аштым да икигай деп жаздым. Көп суреттер шықты. Жалпы мазмұны мынандай: 4 дөңгелекті қиылыстырып, 4 шеңберге мынандай 4 сұрақтың жауабын жазамыз. Әлемге не керек, не үшін ақша аламын, нені күшті жасай аламын, не істегенді жақсы көремін. Сөйтіп қиылысқан жерлерге миссиям жасау керектігі, профессиям және соны жасағаннан рахат аламын деген сұрақтарға жауап береміз. Міне болды. Сөйтіп өзімдікін жаза бастадым. Шимай болып кетті ма? Жарайды, өзіме де сіздерге де түсінікті болу үшін осылай жеке-жеке жазып өтейін. Сөйтіп өзіме керекті 4 сұрақтың жауабын таптым. Миссиям, жасағым келетін нәрсе, профессиям және де соған ақша төленетін нәрсе. Міне осындай Шимайдан осындай жинағы түр шықты. Жалпы өзім Жапонияда жүрмін, неге осындай өзінің миссияңды болмаса бір мамандығың болсын, болмаса бір іске жақсы көру болсын, соны неге жапонша әдіспен анықтамасқа деп ойлап, соны жасаған болатынмын. Жалпы, жаңа өздеріңіз көргендеріңіздей, менің миссиям ол оқыту, сабақ беру, тамақ дайындау және де видео түсіру болған болатын. Яғни миссия дегеніміз, яғни сіздер оған, мысалы, сіз ақша төлемесе де, оны жасай бересіздер деген сияқты ғой. Ал passion, жаңағыдай істегім келеді деген сияқты, ол да дәл сондай сабақ беру, тамақ істеу және де видео жасау, тағамдардың әртүрлін пісіру деген сияқты. Яғни оған жаңағыдай оның мәні болмаса да, бірақ сен оны жасаған келіп тұрады деген сияқты. Бәрібір де қандай оған төленбесе де деген сияқты ғой. Келесі, яғни ол сенің мамандығың, профессияң, яғни сен жаңағыдай сабақ беру, одан кейін ол жаңағыдай сенің мұратың ба, қалай айтса болады, жасап жүрген ісің ба деген сияқты. Ол жерде менің жасап жүрген ісім, яғни ол сабақ беру және де сауда жасау, жаңағы сату, яғни бұл жерде айтады да, сен одан болашақ көрмейсің, бірақ сонда да жасап жүрсің деген сияқты анықтама береді екен. Негізі мен бұл іспен келісем деп айтсам да болатын шығар, кейбір нәрселерден сәйкес келеді. Неге мен бұл видеоны жазып отырмын деген кезде маған мынандай бір ой келген болатын. Өткенде ойланып отырсам, мен YouTube каналымда, қазір мына жаққа қойып қойсам да болады, статистикасын қарасаңыздар, соңғы 28 күнде, яғни бір айда аналитиканы жүргізген кезде ол былай болып шықты. Жалпы каналдағы қаралым 10.559 қаралым. Одан кейін соңғы 28 күнде 83 жазылу болған екен каналымызға тіркелу. Және де сол қазіргі уақыттағы санақ бойынша 1079 адам бар екен. Жалпы каналымызда 196 видео бар екен. Видеомыз енді пайдалы да болуы мүмкін, кішкене танымдық ақпарат та бар. Жалпы Жапония туралы ешқандай бұрмасыз, бұрмалаусыз, таза шындықты, таза өзіміз көріп жатқан өмірді сіздерге солай көрсетуге тырысып жүрмін да. Видео сондай көріністер арқылы, енді бір адамдарға мүмкіндік бар келуге, келесі бір адамдарға мүмкіндік табылмайды деген сияқты. Сол себепті осылай біреулер солай маған солай жекеме жазған адамдар да болды, Инстаграмма, осы Ютубқа да жазып жатады, сонда рахмет, алғыстарын айтып жатады. Осы Жапонияның сенің Инстаграмдағы видеоларынан, стористарынан, рилстарынан көріп, жақсы көріп бара жатырмыз деген адамдар да бар. Бірақ десек те, қарасам, негізі көп адам қарайды екен, бірақ жазылу аз да. Соны ойладым, неге ондай, мүмкін бір нәрсені ауыстыру керек па деп ше. Сөйтіп ойладым да, неге осы жапонша әдісті көрмеске, негізі бұл менің ісім ба, ісім емес па деген сияқты сондай ойлар келді да. Сөйтіп жасап көрдім. Сөйтсе мен негізі, сөйтіп өздеріңіз көргендей, осы жаңа менің жасаған икигайдың мәселесі бойынша жаңағындай сәйкес келетін сияқты. Мен шынымен де біріншіден біздің каналымыз ол қазақ тілінде жүргізіледі. Таза 100% қазақ тілінде, қазақ аудиториясына жүргізіледі. Біз ешқандай да орысша, болмаса ағылшынша, жапонша, қытайша ондай тілдерді қосып жатқан жоқпыз. Ол тілдерді біле тұра, біз ол тілде емес, тек қана қазақ тілінде жүргізіп жатырмыз. Демек, біздің аудиториямыз енді өте үлкен болмай, кішкене болатыны сөзсіз, тек қана қазақи адамдар, қазақ тілін түсінетін ғана адамдар көреді деген сияқты.
Одан кейін келесі бір мәселе ол Жапония, Енді Жапония ол әлемге дамыған ел, қызық ел, тарихы мол, сондай дәстүрге бай ел болып танылғанымен, Жапонияға қызығатын адамдардың саны да аз болуы мүмкін. Мысалы, менің өзім, мен Жапонияға келмей тұрып, жалпы мен Жапонияға қызыққандай емеспін, шыны керек. Сөйтіп ойладық, демек адамдар саны аз болады. Бірақ оған қарамастан, менің мысалы өздеріңіз қарасаңыздар да болады, көптеген комментарий маған жазады, сондай рахметін айтып, алғысын айтып деген сияқты. Сонымен мен ойладым, өткенде Аянға да бөлісіп жатырмын. Біздің аудиториямыз кең. Біз ондай көп адам жинаймыз деп тырыспаймыз, бірақ сол бар адамдарымызға пайдалы ақпарат береміз деген сияқты сондай ойға келдім да. Бұл менің миссиям екенін мен қалай түсіндім? Бір жағымнан мынау жасаған анализім икигай бойынша оны сол дәлелдемесі сияқты болды да. Мен кішкентай кезімде, Аянда да дәл сондай айтпақшы, дисклеймер айтып өтейін, Аянда да сондай оқиға болған екен. Мен кішкентай кезімде, мен сол орыс көшемізде біздің көршілеріміз орыстар болатын еді. Үлкен жігіттер, солармен ойнайтын едік, ойнап жүрген кезде біз орысша, олар сол орысша Япония деп айтады ғой, Жапонияны. Сөйтіп мен сөйлеп жатып, сосын сөз арасында Жапония деп айтып қалам да, ана орыс жігіттер маған күледі. Жапония деп сөйтсе, мен оны білмеймін, бірақ сол кезде Жапонияның орысшасы Япония екен да. Бірақ ойлап құрсам, мұндай да айырмашылық жоқ, күлетін де нәрсе емес, бірақ сол көршілерім соған күліп, кейін мені Жапония деп атап айтып кеткен кездері де болған еді да. Сол кезде мүмкін сол кезден бастап Құдай маған сондай алдыма миссия қойған шығар деп ойлаймын да. Сол Жапонияға барасың сен, Жапония туралы басқа адамдарға айтып жүресің деген сияқты бір миссияны, жолымды салып берген сияқты да. Сондай бір қызықты оқиға болған болатын. Ал Аянның басында өткенде әкеміз Шыңжаңнан келген кезде айтып отырды, біз үйге Аян да ол кезде кішкентай бала, 3-4 жасар бала. Сол кезде ана қабырғаға андай бір Жапонияда ең танымал жаңағыдай нелер бар ғой, андай магнитиктер болсын, болмаса жаңағыдай ашық хаттар болсын, бәрінде соның суреті тұрады, Фуджи тауы тұрады. Сосын қасында тарихы мол сондай бір монумент сияқты сол бүйтіп тұрады. Одан кейін қасында сакураның жаңағы ағаштары тұрады да. Оның календарі үйде тұрған екен да. Соны бүйтіп іліп қойған екен әкеміз, біздің папамыз Шыңжаңда. Соны өткенде айтып жатырды, сол кезде сөйтіп іліп қойған едік деп ше. Ол кезде Жапонияға барады, ұлымыз деген сияқты ойымыз ештеңе болған жоқ. Тек ана жерді көріп, сондай сұлулығына тамсанып, сол Фуджи тауының сұлулығына, жалпы сакураның сұлулығына тамсанып, сөйтіп іліп қойған болатынбыз деп ше. Сосын Аян екеуміз айтып бір-бірімізге күліп жатырмыз. Демек, біздің кішкентай кезімізден бастап бізді солай Құдай осы өмірге алып келгендегі мақсаттарының бірі мүмкін осы болған шығар деп ше. Біздің каналымызда қызығатындар көп екен, мен оны комментарийлерден бәрін оқимын, жазған пікірлеріңіздің бәрін де оқып жатырмын, барынша жауап беруге де тырысып жатырмын. Сол адамдарға біз өзіміздің контентімізді, жалпы Жапония туралы да ары қарай да айта беретін боламыз. Жалпы айтқым келгені осы. Сол мен сіздерге айтқым, мысалы мен ютубтан болмаса басқа бір әлеуметтік желілерден маған ешқандай да ақша түсіп тұрған жоқ та, бірақ сонда да мен олай жасағым келеді, маған ұнайды. Себебі мен балалармен азаннан кешке дейін былай арпалысып, оларды жаңағыдай құр отырып қана ойнай алмайды, біз гаджет бермейміз балаларымызға, бірақ құр ғана отырып бар ойыншықтармен ойна деп айта алмайсың, олармен бірге ойнауың керек, далаға серуенге алып шығуың керек деген сияқты. Солай жүре тұра, мен мысалы басқа бірақ осылай видео түсіруге уақыт табам да, біртүрлі істегім келіп тұрады. Демек, сол бүгінгі жасаған мынандай анализім икигай, сол оған бір дәлелдемесі болып, мені бір бекіткен сияқты бір сезім болды да. Сол жалпы осы видеода айтқым келгені, сол себепті сіздер де өздеріңіз сіздерге ақша төленбесе де сондай бір жасағыңыз келетін істеріңіз бар ма? Сол туралы астына пікір қалдырып кеттіңіздер. Жалпы осы бүгінгі қысқа білмеймін қаншалықты болған, сол видеода айтқым келгені осы болған болатын. Сол каналымызға тіркеліп кетіңіздер, бізді қолдаңыздар. Каналымызды ары қарай да қазақ тілінде жүргізе беретін боламыз. Себебі біз енді Аянда солда, мысалы үйге келеді, Қытайдан Шыңжаңның қазақ балалары келеді, бірақ өзара қытайша сөйлесіп сөйтеді екен да, бірақ біздің үйге келген кезде қазақша сөйлеп кетеді да. Сол біз ойлаймыз сондай бір шетелде сондай бір қазақи тілді, қазақи дәстүрлерді насихаттап жүрген бір отбасылардың бірі екен біз деп ше.
Енді оған біздің осы жақтағы достарымыз да куәгер, өздері де айтады, сосын жерге келген кезде бір сондай үйге келген сияқты боламыз, әке-шешемізге барған сияқты боламыз деген сияқты өздерінің ойларын айтады. Жалпы осы, жалпы көріп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта әлі талай қызықты видеолар болатын болады. Рахмет. Сау болыңыздар.